Бәрі маған жат, шексұрын, жиіркенішті. Кімнің дос, кімнің қас екенін ұғудан мен баяғыда қалғанмын. Жоқ, менің достарым жоқ. Мен тек айналамнан өзіме қарай жылжып келе жатқан 8 аяқты сұмдықтарды ғана көрем. Қорғана аламын ба, білмеймін. Мені бұдан тек қана бір керемет құтқара алады. Ал мен кереметке қатты сенемін. Кереметтер болуға тиіс. Қазірше мені қарусыз қалдырғылары келеді. Дұшпандарым тоқтаусыз шабуылдауда. Олар мені құртып жіберуге де дайын. Егер біреу қолына мылтық беріп ат десе, қайсысы болса да қолы қалтырамастан бүкіл адамзатты сүйген, ешкімге зияны тимеген мені сол заматта-ақ атып жіберуге әзір. Менің белгісіз досым, сен маған өз семьяң, өз үйің, өз ошағың бар. Тағы саған не жетпейді дерсің? Жоқ, олай емес. Менде семья, ата-ана, туыс жоқ. Онда неменеге өмір сүріп семьяңның қамын жеп пірі болуға тырысып өлең жазып кітап шығармақ болып жүрсің дерсің? Жауап берейін. Балаларым үшін, өз тамшы қаным үшін. Қалай болғанда да олар менің өмірімнің жалғасы ғой. Кейде олар да менің сол кішкене жыртқыштарымда маған өз тырнақтарын көрсетіп қояды. Кез келген уақытта менің жанымды ауыртуға, қатты жарақаттауға олар да даяр. Олар мені солай қабылдайды, солай таниды. Менің ішімде әлдене өлген. Оны енді қайта тірілту мүмкін емес. Бәрібір соңғы сөзді мен айтам. Қалай болғанда да ақырғы әнімді айтып бітуге тиіспін ғой. Эй, шарманщики, не вам судить меня. Настоящие судьи впереди еще. Пройдут года, придут новые поколения, и они поставят каждого из нас на свое место. Испокон веков так было, так и есть, так и будет. О себе я вот что скажу. Я ровесник поколения 21 века, а может быть, родственник еще дальних поколений. Ойлаңдар достар, өнерде жарыс болмайды. Өресі жетпей күндестік қылған оңбайды. Өнерің жетіп, өсе алмай қалсаң сол қайға. Күнде таласқан өнерің өнер болмайды. Мұқағали Мақатаевтың күнделігінен 16 желтоқсан 1974 жыл.